Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мен Кәрімберді Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларының тағы бірі атеросклероздар жайлы айтатын боламыз. Жалпы атеросклероз дегеніміз не екенін, оның этиологиясын, патогенезін, клиникалық көріністерін және де алдын алу шаралары жайлы айтатын боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін қарайық. Ал видеоны бастамастан бұрын каналға тіркелейік және лайк басайық. Бұл менің каналымның дамуына өте көп үлесін тигізеді. Сонымен атеросклероз дегеніміз не? Жалпы атеросклероз бұл атеросклерозды бляшканың түзілуімен сипатталатын артериялардың ішкі бетінің созылмалы прогрессивті ауруы. Жалпы артерия адам организмде веналар және артериялар бар. Негізінен атеросклероз осы артерияларда кездеседі. Ал артериялардың оның үш қабаты бар. Сыртқы қабаты немесе адвентиция қабаты дейді, ортаңғы қабаты бұлшықет қабаты немесе медиа дейді, ал ішкі қабатын эндотелий жасушалардан тұрады. Эндотелиалды қабат немесе интима деп атайды. Яғни осы ішкі қабатының ішкі бетінің созылмалы ауруы болып табылады. Енді атеросклерозға алып келетін этиологиялар, яғни себептер. Атеросклерозда этиологиясы бұл бірден бір жүйе. Негізгісі бұл май алмасуының бұзылысы, яғни адам организмінде гиперхолестеринемия. Адам организмінде гиперхолестеринемия болған кезде бізде атеросклерозды бляшкалар түзілуіне қауіп өте жоғары болады. Темекі шеккен адамдардың көбісінің тамырлары қабыну процестері жүріп, бұл тамыр қабырғасын зақымдануға алып келеді. Ал ол өз кезегінде артериалды гипертензияларға немесе атеросклероздарға алып келуі мүмкін. Алкогольді тұтыну, бұл алкоголь тұтынған адамдардың көбісінде холестерин деңгейін жоғарылатады. Яғни алкогольді көп тұтынған адамдар гиперхолестеринемия болады, ал гиперхолестеринемия бұл атеросклерозды бляшканың түзілуіне алып келетін негізгі себеп. Артериалды гипертензия. Енді артериалды гипертензия бұл қан тамырларының эластикалық жоғалуына алып келетін ауру. Соның әсерінен бізде эластикалық жоғалып, тамырлардың ішкі беті зақымдалатын болса, онда ол сол жерге майлардың жиналуына алып келеді. Қант диабеті кездерінде де біздің организмімізде май алмасу бұзылыстары болады. Соның әсерінен бізде атеросклероз дамуы мүмкін. Гиподинамия бұл семіздікке алып келеді, ал семіздік бұл өз кезегінде гиперхолестеринемия, яғни май алмасуының бұзылыстарына алып келуі мүмкін. Стресс бұл көп жағдайда қан қысымын жоғарылатуға алып келеді. Яғни ұзақ уақыт адам стрессте жүретін болса, қан қысымы жоғарылайды. Қан қысымы жоғарылаған адамдардың қан тамырларының қабырғасы зақымдалып, соның әсерінен бізде майлар жиналып, бізде атеросклероз дамуы мүмкін. Одан кейін семіздік, бұл семіздік көбінесе май алмасу бұзылыстарына алып келеді. Одан кейін генетикалық бейімділік, кейбір адамдар атеросклерозға бейім болып келеді. Не болмаса қанда холестерин деңгейі өте жоғары болады. Оны тұқым қуалайтын гиперхолестеринемиялық аурулар болады. Яғни одан кейінгісі бізде жынысы және жасы көп атеросклерозбен және жүрек-қан тамыр жүйесімен ауыратын адамдар бұл негізінен ер адамдар және де менопаузадан кейінгі әйел адамдар болып табылады. Сонымен қоса егде жастағы адамдарда атеросклероз кездеседі дейді, бірақ қазіргі кезде тіпті 7 жасар баланың қан тамыр қабырғасында атеросклерозды дақтар пайда болады екен. Енді бұлардың патогенезіне келетін болсақ, ең алдымен бізде қалыпты тамыр қабырғасы, артерия қабырғасы бұл қалыптысы. Одан кейін бізде қандай да бір фактор әсерінен, жоғарыда атап өткен әсерінен бізде эндотелий қабаты зақымдалады. Үш қабаты тұр: эндотелий, интимасы және сыртқы адвентиция қабаты. Интима, медиа, адвентиция қабаты, яғни үш қабат. Осы эндотелиалды қабаты зақымданады. Эндотелиалды қабаты зақымданған соң оның өткізгіштігі бұзылады. Өткізгіштігі бұзылған кезде бізде липидтер жинала бастайды. Сол жерге липидтер келеді. Липидтердің негізгі біз адам организмінде үш түрлі липидтерді ажыратамыз: тығыздығы төмен липопротеидтер, тығыздығы өте төмен липопротеидтер және де тығыздығы жоғары липопротеидтер. Біздің организмімізге атерогендер бұл ең қауіптісі. Тығыздығы төмен липопротеидтер ол өздерімен бірге өте көп холестеринді алып жүреді. Соның әсерінен бізде атерогендер түзіледі. Осы жерге бізде липидтер жиналады, яғни тығыздығы төмен липопротеидтер жиналады. Және де бұны біздің организміміз бөгде жасуша деп ойлайды да оған шабуыл жасай бастайды. Яғни макрофагтарды адамның қорғаныс жүйелері іске қосады. Ал макрофагтар ол негізінен организмге түскен бөгде заттарды олар қышқылдау, яғни тотықтыру процестері арқылы жоятын болса, ол да майға келіп қышқылдандырады. Бірақ та май өзі бізде қышқыл болғандықтан
майларды макрофагтар жоя алмайды. Соның әсерінен майдың ішінде бізде макрофагтардың ішіне май кіріп кетеді. Соның әсерінен бізде қабыну үрдістері жүріп, осы жерде атеросклерозды дақ пайда болады. Яғни бұл кішкене ғана дақ пайда болады. Одан кейін бізде атеросклерозды бляшка түзіледі. Атеросклерозды бляшка бұл неден түзіледі? Бұған көп мөлшерде макрофагтар шабуыл жасайды. Сонымен қоса қайтадан келіп бұл жерге майлар жинала бастайды. Соның әсерінен бұлардың көлемі ұлғайып, бұны атеросклерозды бляшка дейді. Сөйтіп атеросклерозды бляшка бұл жаңағы ортаңғы бұлшықет қабатына қарай тістергендіреді. Бұлшықет қабаты ол өзінен коллагендер бөлу арқылы бұны сыртын қоршап тастайды. Соның әсерінен бізде фиброзды бляшка пайда болады. Және де оның ортасында липидті ядро пайда болады. Бұлар пайда болған соң қан тамыр қабырғасында үлкейеді, және де үлкейген кезде бізде қанның ішінде жүрген кальцийлар келіп, осының сыртына бастап шүйге бастайды. Яғни бұл жерде кальцификация жүреді, яғни кальцинозданады. Кальций барып сыртына шөккен соң ол тығыз болады. Тығыз болған салдарынан бізде бұлар қан тамыр қабырғасын бітеп қалуы мүмкін, яғни көлемі өте үлкен болып келеді. Қарасаңыздар, одан кейін бізде бляшка қандай да бір фактор әсерінен, яғни адам резко қимылдауы мүмкін, немесе қатты жөтелу салдарларынан дейтін негізі алып келетін факторлар көп. Соның әсерінен бізде атеросклерозды бляшка жыртылады, және жыртылған соң бұның ортасында майлар ары қарай жүріп, қандай да бір органның өзінің калибрі кішкентай тамырларға барып бітеп қалуы мүмкін. Соның әсерінен бізде жергілікті көріністер бере бастайды. Көбінесе миға барып ишемиялық инсульт тудыруы мүмкін, және де жүректің коронарлы тамырлары бітеу арқылы миокард инфарктын тудыруы мүмкін. Енді бұлардың клиникалық симптомдарына келетін болсақ, негізі бұл атеросклерозды бляшка қай жерде түзілуіне байланысты бізде жергілікті симптоматикамен көрініс береді. Ең көбі бұлар жүректе түзілетін болса, яғни төс артындағы ауырсыну немесе жүрек тұсындағы ауырсыну белгілері болады. Бұл бізде стенокардия белгілерін көрсетеді. Енді егерде өкпе артерияларын бітеп қалатын болса, соның әсерінен бізде газ алмасу процестері дұрыс жүрмейтін болса, бізде адам организмінде ентігумен көрініс береді. Одан кейін аяқтардағы ауырсыну, көбінесе жүріс кезінде аяқтарында ауырсыну пайда болады, немесе оны перемежающая хромота деп атайды. Ол неге? Себебі аяқтың тамырларының бітеп қалған салдарларынан бізде ары қарай оттегі және де қоректі заттар бармай, соның әсерінен бізде ишемиялық көрініс береді. Ал ишемиялық бұл ауырсынумен көрініс береді, яғни дәл стенокардия секілді болады. Айтқанда стенокардия жайлы мен каналымда видео бар, кіріп көрсеңіздер болады. Одан кейін бізде ишемиялық инсульт, яғни ми тамырлары бітеп қалатын болса, ол жергілікті көріністерін береді, яғни бітеген артерияның көлеміне байланысты. Егер үлкен артерияны бітесе, ол адамдарда ишемиялық инсульт гемиплегиялар, гемипараличтермен бірге жүруі мүмкін, гемипарездермен бірге. Бұлшықеттің әлсіздігі, не болмаса сөйлеудің бұзылысы, ойлаудың бұзылысы, есту бұзылыстары деген секілді өз көріністерін беруі мүмкін. Яғни қай жерде орналасты, соған байланысты. Біздің адам миымыз әр жері әр функцияға жауап береді. Сол секілді әр жері зақымдануына байланысты әртүрлі симптомдар көрініс береді. Одан кейін іштегі ауырсыну, егер де іштегі артерияларды зақымдайтын болса, бізде іштегі ауырсыну болады, және де кей жағдайларда некрозға дейін алып келуі мүмкін. Одан кейін эректильді дисфункция, егер де жыныс мүшесінің артериялары зақымдалатын болса, ол жерге қан бармайды, ал қан бармаса эректильді функция бұзылысы болады, яғни эректильді дисфункция болады. Әлсіздік және шаршағыштық бұл көбінесе миға қарай баратын тамырларды зақымдаған кезде көрініс береді, немесе аорта, яғни ірі тамырларды зақымдаған кезде көрініс береді. Бұл неге? Себебі бізде қан бармайды, гипоксия салдарынан әлсіздік, шаршағыштық белгілері болады. Одан кейін арқадағы және аяқтағы ауырсыну сезімдері, бұл көбінесе құрсақ қуысындағы аортаның атеросклерозынан болады. Яғни көп мөлшерде адам организмінде неме жетпей қалады, қоректі заттар, оттегі жетпеу салдарынан бізде ауырсынулар пайда болады. Одан кейін аз зәр шығару, бұл көбінесе негізінен бүйрек артерияларының атеросклерозы туындайтын болса, ол бізде бүйректің ишемиясын алып келеді. Ал бүйректің ишемиясы ол өз кезегінде, яғни бүйрекке қан бармаған соң бізден зәр шықпайды. Одан кейін гангрена. Гангрена бұл негізінен асқыну салдарлары болып табылады. Көп ұзақ уақыт бойы
қан бармайтын болса, онда бізде химиялық көріністер бұлшықеттердің ыдырауы сынды көріністерін береді. Одан кейін сезімталдықтың төмендеуі, аяқтардың ұзақ уақыт бойы суып жүруі секілді қосымша симптомдармен көрініс беруі мүмкін. Енді клиникалық көріністерінде тағы да басқа көріністер беруі мүмкін. Ол атеросклероздың орналасқан жеріне және де атеросклерозды бляшканың көлеміне, сатысына байланысты өзгеріп отырады. Енді бұл атеросклероз негізінен жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларында кеңінен таралған. Енді бұлардың алдын алу жайлы айтатын болсақ, ең алдымен темекі шегуден бас тарту. Бұл тамыр қабырғасын қабынудан сақтайды. Соның салдарынан бізде атеросклерозды бляшка дамымайды және де ары қарай өршімейді. Одан кейін алкогольді шектеу. Бұл алкогольді шектеу басында айтып кеттік, гиперхолестеринемия алып келеді. Гиперхолестериния бұл атерогендер болып табылады. Дұрыс тамақтану, яғни майлар көп, майлы тамақтарды, фастфудтарды тұтыну. Бұл адам организмде майлардың дисбалансына, яғни бұзылуына алып келеді. Одан кейін қант және тұз пайдалануды қадағалау, яғни көп мөлшерде тұз немесе қант қабылдау болмайды. Бұл адам организмде артериалдық гипертензияға алып келеді. Ал гипертензия ол тамыр қабырғасының зақымдануына алып келеді. Одан кейін физикалық белсенділік, яғни адам организмі егерде физикалық белсенділікпен айналысатын болса, онда біздің адам организміндегі холестерин деңгейі төмендейді екен. Одан кейін қан қысымын бақылап отыру. Егерде сізде артериалдық гипертензия болатын болса, онда сізде атеросклерозға қауіп факторы бар. Соның әсерінен сіз үнемі қан қысымыңызды бақылап 120 мен 139 арасында ұстасаңыз, 120-130 арасында ұстасаңыз, бұл сіз үшін қауіпті болып табылады. Қауіпті емес, жақсы жағдай тудырады. Одан кейін салмақты бақылау. Егер артық салмағыңыз болатын болса, салмақтан арылу арқылы сіз адам организміңіздегі майлардың деңгейін түсіре аласыз, яғни холестерин деңгейін түсіре аласыз. Одан кейін медицина тексерістерден өтіп тұру, врачтарға көріну арқылы, сіз дәрігерлерге көріну арқылы және де өз организміңізді үнемі скринингтерден өткізу арқылы сіз қандай да бір патологияларды анықтап, оны дер кезінде емдеуіңізге болады. Одан кейін негізгі ауру дегенде қант диабеті болсын, гипертензия болсын, негізгі ауруды емдесеңіз, сізде атеросклероздың ары қарай дамуы тоқталады. Енді біздің осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелейік, лайк басайық. Бұл қазақ тілді медициналық дамуының өз септігін тигізеді. Қош, сау болыңыздар.